Барлықтарына сәлем достар, бірге мен Нұртілек және де мен Нұржан, бәрін сөйлем. Бүгінгі видеода достар біздің өте керемет мощный челлендж түсіретін боламыз. Короче, бізде мынандай наушник бар, қараңдар. Міне Нұржанға қараңдар, міне осындай, мына микрофон көрсетіп қалайды. Короче, бізде осындай наушник бар, осы наушникпен біз деген қазір құлағымызға киіп, мысалы мен осы наушникті менген ғой, потом Нұржан маған бір сұрақ қояды, мысалы сен ақылдысың ба дейді да, мен рандомда иә деп қалам. Сөйтіп потом, короче, күлкілі бір сұрақтар қоямыз, достар, біз соған наушникті кетудім есемен, сөйтіп біз деген соған иә немесе жоқ деп айтамыз. Және достар, короче, мен деген міне осындай мандарин болып қоямын. Осындай мандариндер болады, достар, осы видеоның бірінші, емесі, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, короче, соның ішінде болады, сол кім үшеуінде табады, соған, короче, 5 теңге береді. Нұрсілек сияқты тез сөйлейді. Короче, достар, міне осындай мандарин болады, міне. Мен қасына тұр осындай мандаринді, осы видеоға көптеген мандарин қойтсайым, короче, любой бір уақытына қойтсайым, потом сендер осы видеоның комментарийына кіріп, сендер осы мандариннен тайм-кодтарын жазуларын керек. Мысалы, бірді 35, сөйтіп, бір, потом қосыңқта 35, сондай қол жазуларын керек, сөйтіп, мен деген, короче, көп мандарин қоямын, соған комментарий жазып кетіңдер, сосын егер сендер сол мандариннің барлығын тапсаңдар, мен сендерге 500 теңге беремін, достар, барлығы шынайы болады, сондықтан болымнан барлығын табуларыңыз керек, және Нұржанның және менің каналыма тіркелулерің керек. Ал бізде рекламный пауза. Және достар, мен сендерге бүгінгі видеоны спонсор Байсенов Айтөре деген балаға тіркелулерін қалаймын. Бұл баланың каналында қазір бірақ видеосы бар, достар, осы видеосына кіріп, міндетті түрде лайк басып кетейік, достар. Міне, лайкымызды аямайық, достар, барлығы лайкымызды баса берейік. Бұл баланың қазір 4 просмотр отыр екен, достар. Давайте 50 просмотр және 50 подписчик кетейік, достар. Міне қызыл кнопка тұр, осына міндетті түрде сериал кетейік және қасында колокольчикті баса кетейік. Бұл баланың каналында қазір біреуағы видео бар, енді алда көптеген сапалы, күшті, мощный видеолар шығады деген ойдамын. Егер сапалы видеолар көргілерін келсе, Байсенов Айтөренің каналына тіркелулерін қалаймын. Ал біз видеомызды бастаймыз, кеттік ал. Достар, бағана біз сөйлеп бастадық, сол кезде Нұртілек ұтылып қалды, так что Нұртілек бірінші наушникті киеді. Ал мен оған сұрақ қоятын боламын. Өте күлкілі сұрақтар ғой, тупосың сізде. Қазір бізде мына наушникті құлағыма тағайын, сосын кесеміз адарайшы. Достар, мен Нұртілекке бірінші сұрақ қоятын боламын. Мен бірінші сұрағым ол, сенің миың бар ма? Айта берейін бе? Иә. Жоқ қой негізі. Келесі сұрақ. Бұл вопросты көбісі қойып жүр, так что видео түсірген кезде айтты, осындай сұрақ қойыңдар, анау. Сенің қызың бар ма? Жоқ. Онда ешкімде болмаған, болмайды да. Отырса, өртісі. Үшінші сұрақ уже, сен мектептен қашқансың ба? Иә. Понятно, достар? Почти барлығында болған. Иә. Жаймен сөйлеш. Бағыр сөйлет деу ма, адамдардың бәрі қарап отыр, достар. Тағы да бір сұрақ қойын. Болса, Бағыр сөйлет отыр, достар. Сен жындысың ба? Иә. Понятно, достар, жынды екен. Мен білгем негізі, бірақ сұрақ қойым қайған. Сен подписчиктерін жақсы көресің ба? Иә. Точно. Короче, достар, енді маған Нұртілек қоятын болады. Соңғы сұрақты қой жүрейін тағы. Сен мен бір Нұртілекті мазақ қылып отырмын, өтіріктен бір сұрақ қойғанда бәйікті, сосын Нұртілекті түртім. Жоқ. Жаймен сөйлеп. Айтам жоқ. Так, короче, достар, уже біздің видеомызды бастаймыз емес, уже басталып кетті ғой. Короче, мен деген уже Нұржанға сұрақ қоямын. Қазір біз деген достар, если что, 5-5-тен сұрақ қоямын, мана оны айтуды ұмытып кеттім. Нұржан маған дейспайды, бірнеше сұрақ қойса, енді мен оған қоямын. Ал давайте енді достар, қызық болу үшін мен деген Нұржанға өте керемет мощный сұрақ қояйын. Короче, Нұржан, сен дайынсың ба? Мен де ондай болмам, бірақ сен де күнде болады ғой. Нұржан, мен саған егер сен осы видеоны көріп отырсаң, мен саған осы не дедім ана, ұмытып қалдық қой ма. Так, қазір мен деген Нұржанға бір күшті бір сұрақ дайындап қойдым, короче. Ол сұрақ, сен Нұржан бір қызы 18+ жасағансың ба? Білмеймін. Иә. Короче, достар,
көріңдер ғой, бұл негізі ару, бұл осындай бала достар, өздерің білесіңдер ғой қандай бала екенін. Бұл деген ұятсыз вообще. Шынымен ба Нұржан, сен шынымен ұятсызсың ба? Иә. Ой, дурак. Короче, достар, бұл шын сондай бала екен, достар, бұл баланы отписка жасап кетіңдер. Короче, достар, енді мен деген келесі сұрағымды қояйын. Мен ар жақта адамдар машинаны түсіп отыр, талып адам ғой, короче. Біз деген далада түсіп жатырмыз, басымыз қатып қалды. Енді қандай сұрақ қойсам болады екен, достар? Нұржан, сен деген уже саған келесі сұрағымды қояйын. Сен деген осы сабақтан қашып кеткен кезің болды ма? Жоқ. Короче, достар, бұл мен деп прикол ғой. Короче, бұл шынымен сабақтан қашып кетпеген шығар деп ойлаймын. Енді қашса да білмеймін, айтпаған. Енді сабақтан қашпаған деп ойлаймын, енді білмеймін, короче. Так, достар, уже біздің, короче, видеомызды жалғастыра береміз. Мана мен деген Нұржанға қандай сұрақ қоятынды есіме түспей қалды. Және достар, давайте осы жерден пауза қойып, бірдің каналға тіркеліп, лайктарымызды басып отырайық, достар. Міндетті түрде және Нұржанның каналы описаниеда болады, соғанда міндетті түрде тіркеліп кетейік, достар. Так, уже мен деген Нұржанға келесі сұрағымды қояйын. Мысалы, давайте енді бір факт болсын. Мына естіп отырған жоқ па, достар, иә? Так, достар, короче, мына Нұржан бар ғой, маған пранк істеп отыр. Бәрі түсіп кетті мынау. Короче, достар, мана мен Нұржанға айтып сұрағымды қойған жоқпын, ол деген мына бір наушнигін алып тастаған ғой. Айтып барлығы честно болса ол, естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба? Иә. Жай сөйлесейік. Достар, короче, мына айқайлап сөйлеп. Мына бар ғой, бірақ наушникта отырсаң кәдімгі қатты естіледі ше? Түсініп отыр. Так, уже мен деген Нұржанға келесі сөзімді қоя берейін, көп созбай. Сенің қызың бар ма? Жоқ. Короче, достар, мен мына Нұржан әдейі жынна тиіп отыр. Жаман айқайлап сөйлеп отыр, ё-ма. Бірақ мана мен деген мына жерде отырмын ғой, сол кезде де Нұржан маған айтады, сен неге қатты сөйлесің, мына сөйтіп айтып отырмын. Так, уже мен келесі сұрағым. Нұржан, сен бір адамдар емес, бір балдардан таяқ жеп кәдімгі жылаған. Қойшы быстырай. Короче, сен деген бір балдардан таяқ жеген кезің болды ма? Давай сұраққа жауап бер. Жоқ. Айқайламашы. Дебил ғой, достар, мына точно дебил. Так, уже мен, достар, қанша... Анақа отыршы. Так, достар, уже мен деген Нұржанға келесі сұрағымды қояйын. Все, әйтеу музыка қосып тұрам, ана қосылып, качествосында бір нәрсе ғой. Так, уже мен деген Нұржанға келесі сұрағымды қояйын. Сен, Нұржан, пұтына жіберіп қойған кезің болды ма? Жоқ. Мынау неге жоқтан басқа сөз білмей ма? Сен жоқтан басқа сөз білесің ба? Иә. Қандай? Жоқ. Қандай дейсің, жоқ дейі. Короче, бұл осындай болады, тупой. Так, достар, уже біздің видеомызды аяқтаймыз. Короче, видеоны міндетті түрде лайк басып каналға тіркеліп кетеміз, және описаниеда мына тупойдың нөлі бар. Сен ол мана. Сен тупойсың ба? Жоқ, конечно, Нұржан ғой тупой. Ол я деген негіз. Тупой. Короче, достар, біз осыны видеомызды аяқтаймыз. Егер видео ұнаса, міндетті түрде не істейміз? Менің каналыма тіркелеміз. Мынаған дизлайк басамыз. Олай, короче, бәріне пока, сіздермен болған. Он пиздит. Пока. Пока. Бай-бай.